23 жаста омыртқасы сынды. Дәрігерлер өмір бойы мүгедек боласың деді. Ол оларға сенбеді. 9 аптадан кейін ол жүріп кетті. Қалай? Тек ой күшімен. Армысыздар. Сана подкастының жаңа шығарылымы басталды. Бүгін біз доктор Джо Диспензаның таңғажайып оқиғасын тыңдаймыз. Джо Диспенза психология, нейропластика және өзін-өзі дамыту тақырыптарында әлемге әйгілі автор. Оның кітаптары миллиондаған адамдардың өмірін өзгертті. Ал бүгін оның өз сөзімен айтылған ең керемет оқиғасы, өлім аузынан қалай аман қалғаны туралы әңгіме. Тыңдауға дайын болсаңыз, бастайық. Сәлеметсіздер ме? Мен доктор Джо Диспенза. Біз бұл саяхатты бастамас бұрын, мен сіздермен осы бағдарлама бойы айтатын формуламды қалай тапқаным туралы бөліскім келеді. Бұл формула когерентті ми мен когерентті жүректің үйлесімі. Сіз оларды бір-бірімен байланыстырған кезде, өз денеңізге, санаңызға және өміріңізге тиімді әсер ету қабілетіне ие боласыз. 1986 жылы мен Калифорниядағы Палм Спрингс қаласында триатлон жарысына қатыстым. Жарыстың велосипед бөліміне өттім және қиылысқа жақындап келе жатқан едім. Бұрылысқа жақындаған кезде онда 2 велосипедші болды. Мен осы велосипедшілерді басып озайын деп едім. Бұрышта тұрған полицей маған бұрылуымды және көлік ағынына қосылуымды көрсетті. Мен бұрылысты орындап жатқан кезде, ол арқасымен келе жатқан көліктерге қарап тұрды. Ал өте жылдам келе жатқан толық жетекті көлік артымнан соғылып, мені ауаға көтерді. Қатты құлау нәтижесінде мен омыртқамның 6 буынының компрессиялық сынығын алдым. 8, 9, 10, 11, 12. Жоғарыдан төмен түсетін күштер омыртқа сүйектерін қиратады. Оларды блоктар ретінде елестетіңіз. Оларды осылай сыққан кезде сүйек қайда болуы керек? Менің жағдайда сынықтар жұлынның 8-ші көкірек омыртқасына енді. Жұлынды қорғайтын доға сынып, бауырсақ сияқты елді. Мен оңтүстік Калифорнияның 4 жетекші хирургынан 4 қорытынды алдым. Сонда олар маған, сіз мүмкін енді ешқашан жүре алмайсыз, ал операция сіздің жалғыз шығу жолыңыз деді. 80-ші жылдары хирургтарға сіз балама жол таппақшысыз деп айту әдетке жатпайтын еді. Бірнеше компрессиялық сынықтары болды, жұлында сүйек фрагменттері болды, ал невральды доға жұлынды қысты. Әдетте мұндай жағдайларда Харрингтон стержнін имплантациялау бойынша хирургиялық операция жасалады. Ол үшін омыртқалардың артқы бөліктерін кесіп тастап, содан кейін баспайтын болаттан жасалған ұзын стержендерді бұрап бекіту керек. Бұл стержендер омыртқаны жұлыннан оқшаулауға көмектеседі. Содан кейін олар жамбасты кесіп, жамбас сүйегінің бір бөлігін алады, оны стержендерге бекіту үшін жағады. Бірақ 4 қорытындыдан кейін мен хирургтардың ұсыныстарына қарсы шықтым. Мен ойладым, мен қазір ешқайда бармаймын және ештеңе істемеймін. Көрейін, мен өз денеме өз санаммен әсер ете аламын ба? Бұл философиялық, теориялық және интеллектуалдық тұрғыдан өте қарапайым естіледі. Бірақ біз дағдарысқа, жарақатқа, өмірдегі сілкініске тап болғанда, біз ең нашар сценарийге назар аударуға бейім, біз не болғанын қаламайтын нәрсеге, біз не қалайтынымыз туралы ойлаудың орнына. Мен 20-дан асқан жас жігіт едім, менде ешқандай бағдар жоқ еді. Мен медицина тұрғысынан білетінімді, мүмкін емес деп саналатын нәрсеге қарсы салмақтадым. Бірақ мен өз жолымды бастадым. Алғашқы 6 аптада мен ойладым, мен көзімді жұмып, денеміздің ішінде бізге өмір сыйлайтын сана бар екеніне сенемін. Ол жүрегіміздің соғуын қолдайды, тамақты қорытады, осы метаболикалық процестердің барлығын санамыздан тыс ұйымдастырады. Мен ойладым, мүмкін мен осы санамен байланыс орната алармын және оған жоспар бере алармын. Мен оған үлгі беремін, көзқарас беремін. Мен өз көзқарасыма толығымен қанағаттанған кезде, мен жаратқанымды осы ұлы санаға сеніп тапсырдым, және оған сауығуды жүзеге асыруға рұқсат еттім. Өйткені мен өзім, әрине, мұны қалай жасауды білмедім. Алғашқы 6 апта мен үшін ең ауыр болды, өйткені мен өз санамды қалағанымдай істетуге мәжбүрлей алмадым. Мен ұлы сана маған қамқорлық жасайды деп сендім. Мен омыртқамның қалпына келуін, омыртқа сайын қалпына келуін елестете бастадым. Бірақ кейде мен еріксіз алаңдап, мүгедектер арбасында қалай өмір сүретінім,
үйімді сатуға тура келетіні туралы ойлаймын. Мен бұл мен ұмтылатын нәтиже емес екенін түсініп, визуализацияны тоқтаттым. Мен тоқтап, бәрін қайтадан бастаймын. Бұл жолы мен түңілдім, шыдамсыз болдым, ашуландым. Мен бұдан менің жағдайымның одан сайын қиындай түсетінін байқадым. Мен 6 апта бойы осы психикалық практикамен айналыстым, кейде бұл 3 сағатқа дейін созылды. Аяқтаған кезде мен ешқашан бәрі қалай өткеніне толығымен қанағаттанбадым. Бірақ мен жалғастыру үшін бұл жеткілікті деп ойлаймын. Мен бастан кешкім келмейтін ешбір ойдың санамнан өтуіне жол бермеймін дедім. Бұл да оңай естіледі. Бірақ осы 6 апта ішінде мен өзімді үнемі қиялымдағы ең нашар сценарийге қайта оралғанымды ұстадым. Мен санамның зейінін жоғалтып, фокусын жоғалтқанын бақылап, бәрін қайтадан бастай бердім. Шамамен 6 аптадан кейін мен қолымнан келе бастағанын байқадым. Мен өз санамды жақсырақ басқардым, және сананың қатысуын сақтауды үйрендім. Практика маған оңайырақ беріліп, аз уақыт алды. Мен өзімнің зейінділігімді жаттықтырып жатқанымды білмедім. Бұл дағды, неғұрлым көп жаттықсаңыз, соғұрлым жақсы болады. Мен стресс гормондары тудырған кейбір эмоцияларды қалай жеңуге болатынын үйрендім. Мен миымдағы әртүрлі схемаларды іске қостым. Қайталау арқылы, уақыт өте келе, неғұрлым көп іске қоссам, соғұрлым миымда неврологиялық байланыстар орнатамын, және олар бағдарламалық қамтамасыз етуге айналды. Бұл автоматты түрде бола бастады, бәрі оңайырақ болды. Бір таңертең есімде. Бұл жарақаттан кейін, шамамен 6-5 аптадан кейін болды. Мен бүкіл процесті басынан аяғына дейін бір ретте зейінімді жоғалтпай өткіздім. Әрбір омыртқаны қалпына келтірдім. Практикамды аяқтаған кезде, бұл тығыз допты жақсы соққан сияқты болды. Гольфте допты идеалды соққан сияқты, нүктеге дәл тигізгендей. Мен бірдеңе өзгергенін байқадым, және бұл дұрыс нәрсе. Әдетте маған 3 сағат кететін нәрсені мен 45 минутта орындай алдым. Мен бүкіл процесті өткізіп, ол маған жеңілірек болып көрінді. Дәл осы уақытта мен денемде айтарлықтай өзгерістерді байқай бастадым. Аурудың азайғанын, аяқтарымда көбірек сезім пайда болғанын байқадым. Қозғалыс функцияларының қалпына келе жатқанын байқадым. Дене менің санама жауап береді. Бұл мен үшін бетбұрыс сәті болды, өйткені мен іште істеп жатқанымның арқасында денемде болып жатқан сыртқы нәтижелерді байқаған сәтте, мен ішкі практикаға көбірек көңіл бөле бастадым, және оны үлкен ынтамен, үлкен энтузиазммен, үлкен шабытпен жасай бастадым, өйткені енді мен бірдеңені өзгерте алатынымды білдім. Енді мен бұл процесті күте бастадым, оған қарсы тұруды қойдым. Уақытым босады, мен не істегім келетіні туралы ойлана бастадым. Мен күн батқанын қайта көрудің қаншалықты керемет болатыны туралы ойлана бастадым. Тек қазір мен көп нәрсені қалыпты қабылдағанымды түсіндім. Мен душ қабылдау немесе достарыммен мейрамханада қайта түскі ас ішу туралы ойлана бастадым. Бұл қарапайым, бірақ мен үшін өте маңызды нәрселер еді. Мен омыртқамды қалпына келтіру практикасын зейінімді жоғалтпай, соңына дейін жүргізген кезде, мен ішімізде әрқашан бар, мен байланыста болуым керек санаға, мына көзқарасқа қара, мен не қалайтынымды нақты білгім келді. Ал мен қалаған нәтижеге қанағаттанған кезде, мен оны жай ғана түсіріп, оны жоғары сананың қарамағына бердім дедім. Мен болашағымда әлеуетті бар мүмкіндіктерді таңдай бастадым. Мен күн батқанын көру немесе қайтадан жылы душ қабылдау туралы ойлағанда. Өйткені ол кезде бұған қабілетсіз едім. Мен болашақтың осы сценарийлерін олар орын алғанға дейін эмоционалды түрде бастан кешіре бастадым. Сонда мен не істеп жатқанымды түсінбедім, бірақ қазіргі сәтте менің денем болашақта болып жатқандай сезінгенін айта аламын. Мен денемді жай ғана ойлар арқылы жасайтын эмоциялармен сусындадым. Дәл осы процесс менің биологияма қатты әсер ете бастады деп ойлаймын. Мен әртүрлі өзгерістерді байқай бастадым. 9,5 аптадан кейін мен қайтадан аяққа тұрдым. Кеңсеме оралып, пациенттерді қабылдай бастадым. 12 аптадан кейін мен қандай да бір деңгейде қол жеткізгенімді білдім. Маған гипс кигізбекші болды. Дәрігерлер көп нәрсеге тыйым салды, бірақ мен 9,5 аптадан кейін қайтадан аяққа тұрдым.
Сол күні мен тұратынымды білдім, мен жай ғана мұны білдім. Мен сауыққанымды түсінген кезде гипсті шамамен 5 минут киіп көрдім де ойладым, мен онда өмір сүрмеймін. Менің саяхатым осылай басталды. Мен белгілі бір деңгейде сауыққанымды түсіндім. Омыртқамда ауру жоқ, қозғалыс дисфункциясы жоқ, сезімталдықтың бұзылуы жоқ, белде ауру жоқ. Мен жай ғана өзімді жақсы сезіндім. Содан кейін мен бұл қалай болуы мүмкін? Мен денемдегі өзгерістерге жету үшін не істедім деген сұрақтар қоя бастадым. Мен оқи бастадым. Жергілікті университетке, Вашингтон университетіне түсіп, кітапханаға барып, мені қызықтыратын сұрақтарға жауап іздеп, барлық медициналық мәтіндерді зерттей бастадым. Сүйектің регенерациясы қалай жүреді? Бұл мүмкін бе? Мен дененің сауыға алатынын, және денені жаратқан күш оны сауықтыратынын білемін. Мен осы санамен байланыс орнатқанымды білдім. Бірақ бұл қалай болды? Мұны ғылыми тұрғыдан қалай түсіндіруге болады? Мен бірде-бір медициналық анықтамадан бірде-бір жауап таба алмадым. Бұл дәстүрлі медициналық және ғылыми анықтамалар еді. Сондықтан мен дәстүрден тыс жауаптар іздей бастадым. Мен нейропластика деп аталатын тұжырымдаманы зерттей бастадым. Онда біз өмір бойы белгілі бір жолмен өмір сүруіміз міндетті емес. Біздің миымыз бейімделеді, және біз өз миымызды қайта бағдарламалай аламыз делінген. Мен осы зерттеулердің кейбірін зерттей бастадым. Мен эпигенезді зерттей бастадым. Біздің шынымен де бейімделуіміз бар, және біз жаңа гендерге тікелей сигнал бере аламыз, гендеріміздің экспрессиясын өзгерте аламыз. Мен санамның денеме қалай әсер еткені туралы ойлана бастадым. Маған психонейроиммунологияны, нейрохимияны, нейрогормондарды зерттеуге тура келді. Содан кейін, әрине, бұл мені кванттық физикаға, субъективті сананың объективті әлемге қалай әсер ететінін зерттеуге алып келді. Мен жеке трансформацияны түсіну жолымды осылай бастадым. Менің ойымша, осындай арнаудан кейін, бұл менің арнауым еді, бұл менің оянуым еді. Шынында да, егер осының бәрі менімен болмағанда, мен бүгін мұнда отырмас едім. Сіздің өміріңізде осындай сәттер болған кезде, және сіз жағдайлардан жоғары көтерілгенде, сізде серпіліс болған кезде, мен сіз бұрынғы өміріңізге қайта орала аласыз деп ойламаймын. Мен сіз қайтадан бұрынғы адам бола аласыз деп ойламаймын. Мен көп жағынан жаңа жас жігіт едім. Мен жауап іздеу жолымды осылай бастадым, және өзіммен болған нәрсенің рухани түсінігін ғылыми түсінікпен біріктіру үшін қолдан келгеннің бәрін жасадым. Біраз уақыттан кейін мен ремиссияларды зерттей бастадым. Мен осындай немесе ұқсас жағдайлары бар, дәстүрлі немесе дәстүрлі емес жолмен емделген, бірақ олардың жағдайы өзгермеген немесе нашарлаған. Содан кейін кенеттен олар жақсарып кеткен басқа адамдар болды ма, соны түсінгім келді. Мен қандай да бір жолмен осы әсерді тудырған себеп бар ма, соны білгім келді. Сондықтан мен спонтанды ремиссия болған жүздеген және жүздеген адамдардан сұрадым. Уақыт өте келе мен бұл өзгерістердің соншалықты спонтанды емес екенін түсіне бастадым. Сайып келгенде бұл заңды әсер еді. Көптеген адамдарға сауалнама жүргізгеннен кейін мен 4 жалпы ерекшелікті таптым. Біріншіден, олардың барлығы ішінде оларға өмір беретін жоғары сана бар екеніне сенді. Мен айтқан дәл сол сана. Оның қызметі тепе-теңдікті сақтау, қалпына келтіру, жөндеу және регенерация. Ол денені тепе-теңдікте ұстайды. Біз қалыпты қабылдайтын осы биологиялық функциялардың барлығы вегетативті жүйке жүйесінің бақылауында. Вегетативті жүйке жүйесі бұл автоматты жүйке жүйесі. Осылайша олардың барлығы өмір беретін қандай да бір сана бар екеніне сенді және олар оған қалай атаса да әртүрлі жолмен сенді. Оларға онымен байланыс орнату және оған байланыс көзқарасын беру үшін уақыт қажет болды. Мен сияқты, содан кейін өз жаратылысын бізді сауықтыратын осы автоматты санаға беру. Оларды біріктірген екінші нәрсе, олар қандай да бір деңгейде өз денсаулығы үшін жауапкершілік ала бастады. Олар өз-өзінен сұрай бастады, менің жан мен денемнің қандай күйі осы ауруға ықпал етуі мүмкін. Қатерлі ісік, рассеянный склероз немесе қалқанша безінің ауруы болсын.
Мен соңғы 10 немесе 20 жылда не істедім, бұған не әсер етуі мүмкін? Менің басымда қандай ойлар болды? Мен қандай әрекеттер немесе әдеттерді білмедім? Мен не айттым? Олар өздері өмір сүрген белгілі бір эмоцияларды байқады. Олар жеңе алмады және сана мен дененің осы бейсаналық күйлерін түсіне бастады. Және бұл маңызды сәт болды, өйткені бұл өзі болу әдетінен бас тарту процесі еді. Басқаша айтқанда, олар өздерінің бейсаналық ойлары, сезімдері мен мінез-құлықтарының олардың денесіне белгілі бір әсері бар екенін түсіне бастады. Олар ойлады, егер мен осылай ойласам, осылай әрекет етсем, және осылай сезінсем, онда егер мен ойларымды өзгерте бастасам, егер мен сөйлеуімді, әрекет етуімді өзгерте бастасам, егер мені өткенде ұстап тұрған белгілі бір эмоциялардан бас тарта бастасам, егер мен басқаша сезіне бастасам, бұл менің денеме әсер етуі мүмкін бе? Олар бір күйден екінші күйге өтудің өзіндік жеке саяхатын бастады. Менің ойымша бұл өте маңызды, өйткені мен ізденістерімді бастаған кезде дәл сананың денеге ең күшті әсер ететінін білдім. Мен оқуға қайта оралып, неврологияны тереңірек зерттей бастадым. Мен ойлаудың әсері өте күшті екенін анықтадым, өйткені біз ойлайтын әрбір ой химиялық зат шығарады. Бұл химиялық зат біздің денемізді белгілі бір жолмен сезінуге мәжбүр етеді. Бізде жағымсыз ой пайда болған кезде, біз өзімізді бақытсыз сезінеміз. Біз өзімізді бақытсыз сезінген сәтте, ми дененің не істеп жатқанын үнемі бақылайды, және біз не сезінетінімізге сәйкес келетін жағымсыз ойларды көбірек ойлай бастаймыз. Адамдар ойлар мен сезімдердің осы тұйық шеңберіне түседі. Дәл осы циклдің уақыт бойынша тұрақтылығы адамның болмыс күйін қалыптастырады. Процесті іске қосу үшін ой мен сезім, ынталандыру мен реакция, естелік пен эмоция қажет, осылайша шарттану процесі жүреді. Адамдар осы шеңберді бұза бастаған кезде бұл маңызды уақыт болды. Олар осыған байланысты ыңғайсыздықты бастан өткеруге дайын болды. Олар болмыстың жаңа жолы бар екеніне сенді. Оларды біріктірген үшінші нәрсе, олар кім болғысы келетіні туралы ойлана бастады. Бұл өте маңызды сәт, өйткені менің бүкіл жолым осыдан басталды. Олар көздерін жұмып, күн сайын осы санамен байланыс орнатуға, өздерінің бейсаналық ойларын, өткенге негізделген мінез-құлықтарын, олар бастан кешірген эмоцияларын түсінуге бар күш-жігерін салды. Олар жай ғана сана мен дененің осы күйлерін түсінгісі келді, бейсаналық болуды тоқтатқысы келді. Олар ойлана бастады. Егер менде тағы бір мүмкіндік болса, егер менде өмірде тағы бір мүмкіндік болса, егер мен бәрін қайтадан бастай алсам, мен кім болар едім? Бұл маңызды сұрақ, өйткені олар назар аударғысы келетін ойларды таңдай бастады. Олар әрекет еткісі келетін жолды таңдай бастады. Джо Диспензаның бұл таңғажайып оқиғасы бізге бір нәрсені көрсетеді. Біздің санамыз біз ойлағаннан да күшті. Біздің денеміз біз сенгеннен де қабілетті. Егер осы бір адам мүмкін етсе, бізде көп нәрсеге қабілеттіміз. Сіздермен бірге болған сана, назарларыңызға рахмет, тыңдағандарыңызға рахмет. Бүгінгі әңгіме сізге пайдалы болды деп үміттенемін. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылыңыз. Пікірлерде өз ойларыңызбен бөлісіңіз. Келесі шығарылымда Диспензаның нақты практикаларын талдаймыз.